Tuzumuzu salamız. Suyumuzu koyamız. Mayımızı koyamız. Yumurtamızı salamız. Bardağını aralastıramiz. Unumuzu salamız. Aralastıramiz. Şimdi hamurumuzu ileyimiz. Hamurumuzu толық илеп алдық. Жақсылап тағы 1-2 біріктіріп жібереміз, сосын демалдыруға қоямыз. Қамырымызды жарты сағаттай демалдырғаннан кейін қамырымызды жаюға кірісеміз. 250 грамм фаршымызға 250 грамм пиязды қосамыз. Бірақ өзбекский самсада фарштың орнына етті ұсақтап турап қолдансаңыз болады, өте керемет шығады. Тұз саламыз. Мінекей бізде астында пиязымыз бар. Енді дәміне қарата тұз саламыз. Қара бұрыш саламыз. Зира салсаңыздар болады. Біз зира емес, приправа, самсаға арналған приправа қосамыз. Жақсылап араластырамыз. Начинкамыз дайын. Енді алып қоямыз. Енді бірнеше сағатқа тоңазытқышқа жібереміз. Қамырымыз, майымыз кішкене қатыңқырап, жаюға ыңғайлы болғанша. Холодильниктен қамырымызды алып шықтық. Енді бөлшектерге бөліп шығамыз.